Бәрің сәлем достар, сендермен бірге мен Аникс. Достар, бүгінгі видеода біз Blox Fruit деген ойындағы Rengoku деген мешті қалай алу керектігін көрсететін боламыз. Каналға тіркеліп, лайк басып және колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Алынша біз видеоны бастаймыз. Ең алдымен достар, сіздер осындай ледяной замок, екінші мирда ледяной замок дегенге келулеріңіз керек болады. Осы ледяной замкқа келгеннен кейін, мына ортасында дәу замок бар, Бостон замогы. Сол замкқа қарай көтерілесіздер. Қазір бұдан осылайынан көтерілгеннен кейін ана майки тұрған жерде босс пайда болатын болады. Ол боссты өлтірсеңіздер сіздерге библиотеканың және секретный ключ деген ключ беретін болады. Ол ключті алып келесіздер. Осы жерге мына босстың спавн етілетін жерінен сол жаққа қарай бұрыласыздар. И мынандай жерде секретный проход болады. Сол ключті ұстап мына сундыққа келесіздер. И сіздерде Rengoku пайда болды сізде. Енді Rengoku'ды көтеріп, солай қалай айтылады, Rengoku көтеріп өздеріңіз жүре бересіздер ғой, короче. Және тағы да, егер де сіздерде бостан түспей жатса, немесе бос жоқ болса, мына жердегі мына 5 NPC-ді, ана жақтағы 5 NPC-ді өлтіріп, осылардан да түсіруге болады. Мысалға қазір менде Rengoku жоқ, себебі мен Rengoku'ды екінші мирда түсіре алмаған болатынмын. Ма секретный ключ бір етқаннан түсті, және ол кезде мені бір адам өлтіріп тастаған болатын. И сосын мен Rengoku'ды уже алғым келмеді да, содан кетіп қалдым. Ал бүгінгі видеода мен Rengoku'ды алуға тырысатын боламын.
Міне достар, маған бағанды мерана снежный охотниктарды өлтіріп, маған мынандай спрятанный ключ деген түсті. Енді Рингокуды аламыз. Қараңыздар, менде вообще Рингоку жоқны. Бисенто, приятель, Коко, полночный, қалай клейна ғанымна міне. Кокосыныз. Рингоку жоқ вообще. Ема, Рингоку аламыз. Спрятанный ключ. Все, Рингоку алдық, не. Ты нашел секретный меч деп тұр. Рингоку. Вот. Ебой, нағарсыңыздар. Ебой. Осымен достар, видеомыз аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басып, колокольчик басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің болған мен Аникс. Сау